Бүгін достар, бүгінгі сол қазына жобасының аясында Қарқаралы ауданындағы Жасыл шипажайындамыз. Бұл жерде бізді волонтерлік мектеп өтуде. Енді өзім шәкірттері Зере, Амел және Айнар. Ал қыздар, сіздерге қандай шаралар ұнады? Бүгін қандай тренингтерден өттіңдер? Соны бір-екі сөз айтып жіберсеңіздер. Бүгін тренинг болды, жүйе және волонтерлыққа қатысты. Бізге негізінен волонтерлық тақырып маған өзіме қатты ұнады. Одан кейін жаңағы командаларға бөлініп жұмыстар істедік. Сол кезде жаңағы не түсіндік, соны айттық. Маған барлығы ұнап жатыр. Маған бүгінгі тренингта жасанды интеллект туралы айтқандар ұнады. Және ағай мен апайдың өткізген тренингтары өте қызықты болды. Және де басқа тұратын балалармен біз достастық деуге болады. Командаға бөлініп жұмыс жасадық. Бүгін басқа отрядтың балаларымен таныстық, олармен жақын араласа бастадық. Барлығымыз бір отряд болып жұмыс жасамай, бөлек әртүрлі отрядтардан бір команда жиналып жасағанымыз маған өте қатты ұнады. Және де бізге өткізген тренингтағы жасанды интеллект тақырыбындағы біз сол туралы толық білгеніміз қатты ұнады. Біз былай қарағанда білетін сияқтымыз, бірақ біз білетініміз тек қана шет жағасы ғана екен. Ал құрметті достар, енді алдағы уақытта біздің көрсетілген шараларны алдағы уақытта постта көре аласыздар. Pillow talk. Girl, you look a little lost. It's Friday night, it's do or die for you. It's true. So hot, Fahrenheit. You look like my paradise. Your paradise. Если бы было бы все идеально, мне кажется, было бы скучно. А то, что есть какие-то недостатки, вы дополняете друг друга. Только начали свой путь в волонтерстве. Вы пока не знаете, что такое волонтерство, основ волонтерства. Ең жоғары деңгейде өтіп, біздің білім беру бағдарламамыздың ажырамас бөлігіне айналды. Ал сізді осы алғыс хатты Темірғалиева Айып ханымға береді.